Нұхға заманы пұттар мен көп құдайларға табынатын уақыт еді. Нұх сол пұттар мен көп құдайға құлшылық етуші қауымына адасудан сақтандыру үшін жіберілген бірінші елші болатын. Құранда пұттардың аттары да аталған. Сонымен бірге олар тәңірлеріңді тәрк етпеңдер, Уаттан, Суағдан, Яғустан, Яғуқтан және Насырдан. Шынында олар көп адамды жолдан тайдырды. Сол залымдарды одан әрі алжастыра көр. Нұх сүресі 24 аят. Нұх қауымы пұттармен қатар жұлдыздарға да табынатын. Нұх 950 жыл өмір сүріп, қауымын Аллаға ғибадатқа шақырумен болды. Шынын айтайық, Нұхты біз өз жұртына пайғамбар етіп жібердік. Сол қауымының арасында Нұх насихат айтып, 50 жылы кем 1000 жыл, яғни 950 жыл жасады. Ештеңеге көнбеген тоңмойын қауымды ақыры Алла топан суына батырып тынды. Пайғамбардың сөзіне иланбай, пұтқа табынып кеткен үшін жер бетінен жойып жіберді. Әнкабут сүресі 10 аят. Аллаға шақыру. Нұх қауымына өзінің Алланың азабынан сақтандырушы, одан құтылу жолын нұсқаушы екендігін айтып, бір Аллаға ғана құлшылық етуге, оған серік қоспауға шақырды. Егер Аллаға басқаны серік келтіретін болса, онда қиямет күні қатты азапта қалатындарын ескертті. Анығы Нұхты біз өз жұртына пайғамбар етіп жібергенбіз. Мен шынында сендерге ашық хабаршымын. Худ сүресі 25 аят. Бір құдайдан басқаға құлдық ұрмаңдар, сендердің қатал күнде қаһарға ұшырауларыңнан қорқамын, деді ол. Худ сүресі 26 аят. Нұх оларға, сендер Аллаға бойсынсаңдар, жаман істерден аулақ болсаңдар, сендердің бұрынғы өткен күнәларыңды кешіреді. Сендерге ойлансын деп уақыт берді. Алла не істеймін десе де күші жетеді, ажалдарың жеткенге дейінгі тағдырларың соның қолында тұр. Бірақ күнә жасасаңдар ешқандай кеңшілік етпейді, керісінше азапты жақындатады. Оның қалай, қай жерден келгенін сезбей де қаласыңдар, деді. Ей, қауымым, деді Нұх, шынында мен сендерге ашық ескертушімін. Нұх сүресі 2 аят. Құдайға ғибадат етіңдер, одан қорқыңдар және маған бойсыныңдар. Нұх сүресі 3 аят. Ол сендердің кейбір күнәларыңды кешіреді. Сендерді мәлім мерзімге дейін кешіктіреді, ұзақ ғұмыр береді. Біле білсеңдер, Алла жіберген ажал келген шақта оған ешкім тоқтау сала алмайды. Нұх сүресі 4 аят. Кәпірлердің асқындауы. Өкінішке орай, Нұх жамағаты оның насихатына құлақ аспады, Алланың ескертулеріне көңіл аудармады. Өздері секілді ішіп жейтін жай адам қалай пайғамбар болмақ деп Нұхтың пайғамбарлығына сенімсіздік келтірді. Олардың ойынша пайғамбар адамнан емес, періштеден болуы тиіс. Нұхқа ергендерді әлсіздерге сана. Әлсіздер деп олар кедейлерді, жұмысшыларды, шаруаларды, дихандарды, жалпы айтқанда қара жұмыспен айналысатындарды есептейтін. Нұхқа ергендерді ақыл-ойы төмендер, өйткені олар ұлықтардан, ақ сүйектерден емес, өңкей надан, топастар деп таныды. Нұхты айлакер, алаяқ, өтірік шетіп көрсетуге тырысты. Әрбірден соң Нұхтың өзін айыптап, жұртты оның сөздеріне сенуден қалатындай жағдайға жеткізуге күш салды. Бізше болғанда, сен бәріміз секілді ғана бір жансың, деді кәпірлердің басшылары. Біз білсек, саған біздің арамызда жетесіз, жеңілтектері ғана ілескен. Біз білсек, сендердің бізден ешқандай артықшылықтарың жоқ, керісінше біз сендерді суайттар деп ойлаймыз, деді. Худ сүресі 27 аят. Құранның басқа аяттарында асқақтаған, Нұхқа қарсыласқан қауым суреттеледі. Нұхтың дағуасына жауап бермей қайтарғандықтарын айтады. Олар Нұхты адасушы, қауым арасына жік салушы деп айыптайды. Нұх оларға өзінің адасушы еместігін, бүкіл әлемнің Тәңірінің елшісі, оның өсиеттерін, үкімдерін жеткізуші, насихаттаушы, жамандықтан сақтандырушы екенін түсіндірумен болды. Біз сені нағыз азғырушы түрінде көріп тұрмыз, деді оған өз қауымы ішіндегі шонжарлары. Әғраф сүресі 60 аят. Ей, қауымым, деді Нұх, мен тіпті де азғырушы емеспін. Керісінше, мен әлемнің Тәңірі, Алла жіберген пайғамбармын. Әғраф сүресі 61 аят. Сендерге Тәңірдің елшілігін жеткізем, сендерге насихат айтамын.
Маған Алла аян беретте, сендердің білмейтіндеріңді мен біліп тұрмын. Әғраф сүресі 62 аят. Сендерге ескерту үшін сақтануларың және Алланың рахымына бөленулерің үшін өздеріңнің араларындағы бір кісі арқылы Тәңірден аян келіп тұрса, соған да таңданасыңдар ма? Әғраф сүресі 63 аят. Нұхтың дағуасын жалғастыруы. Нұх дағуасын жалғастыра берді. Олармен сөз жарыстырып, маған пайғамбарлық, мейірімділік, ұлықтық берген Тәңірімнен ашық дәлел келтіре аламын. Сендер надандықтан немесе менмендіктен, байлықтан асып-тасып туралықтан тайып кетпесеңде екен деймін. Сендерді күштеп зорлай алмаймын. Көрсеткен тура жолым үшін сендерден байлықта, ақы да талап етпеймін. Оның сауабын бір Алладан күтемін деді. Нұхтың бұл сөзі қауымға әсер ете бастағанымен, оған ергендер тек кедейлер, әлсіздер ғана еді. Ал байлар мен ақсүйектер, үстем тап өкілдері кедейлер мен әлсіздерге менсінбей қарап, Нұхқа ергендерді ақылсыз, ақымақ санап мұқатып келемеждейтін. Ақсүйектер мен шонжарлар кедейлер мен әлсіздерді дағуадан алыстату үшін біз отырған жерге олар келмейтін болсын. Біз олармен қатар тұра алмаймыз, олар біздің теңіміз емес, осыны мақұл десең біз ойланып көрейік деген шарт қоя бастады. Нұх оларға иманға келемін деген адамның ешқайсысын қумайтынын, маңыздысы оның кедей не бай екендігі емес, иманға келу екендігін мәлімдеді. Олардың, иманға келгендердің, Аллаға жақындаушылар екенін, қиямет күні Тәңіріне кездесетінін, сол кезде оларға сауапты Алланың өзі беретінін, жақсы мен жаман кім екені сонда ажыратылатынын айтты. Алланың қазынасы менің қолымда, не істегім келсе соны істей аламын деп айта алмаймын. Мен періште емеспін, тек адаммын. Алла оларға жақсылық қыла ма, жоқ қылмай ма, оны тек өзі біледі. Ал мен сендердің қалағандарыңды істесем күнәһарлардың тобынан боламын. Алла мені ондай қателіктен сақтасын деді. Ей, жұртым! Қане, айтыңдаршы, егер мен Тәңірім жіберген айқын дәлелге сүйенсем, оның рахымына, пайғамбарлығына ие болсам, бұлардың бәрін сендерге құпия болса, тіпті оны сендер жек көрсеңдер, соны қабылда деп сендерді қашан зорладық. Худ сүресі 28 аят. О, жұртым! Насихатым үшін мен сендерден ақша сұраған жоқпын, менің еңбегімнің бодауы Алладан қайтады. Ал иман айтқандарды маңайымнан, тіпті де қуаламақ емеспін, өйткені олар Тәңірмен жүз көрсет. Ал бірақ мен сендерді мешеу қауым ретінде көрдім. Худ сүресі 29 аят. О, жұртым! Егер мен оларды қусам, онда мені Құдайдың қаһарынан кім құтқармақ? Осыларды ойламайсыңдар ма? Худ сүресі 30 аят. Сендерге мен өзімде Құдайдың қазынасы бар демеймін, ғайыпты білуші едім деп те айтпаймын. Мен періште едім дегімде келмейді. Сонымен бірге, сендер көзге ілмейтін жандарға Алла жақсылық бұйырмайды демек демеспін. Жаратқан адамдардың жүрегіндегісін біледі. Әйтпесе азғын болып шыға келетінім ақиқат. Худ сүресі 31 аят. Қатты қарсылық. Нұхтың сөздері қауымына мүлде әсер етпеді. Керісінше Нұхпен ерегісіп қорқытатын азапты көрсетуін талап етті. Нұх азап беру Алланың ғана қолындағы іс екенін, қаласа азапты Алланың өзі жеткізетінін, сонда оларды құтқарушы табылмайтынын, ол уақытта өзінің де еш жәрдем бере алмайтынын, адасқандары, шындықты қабыл етпегендер үшін қиямет күні қайта тірілген кезде Алланың жазаларын беретіні анық екенін жеткізді. Ей, Нұх! Деді оның қауымы, сен бізбен дауға түстің, тіпті көп таластың. Егер айтқаның рас болса, бізді қорқытқан қаһарыңды көрсетіп бақшы. Худ сүресі 32 аят. Нұх айтты, оны егер қаласа Құдай ғана көрсете алады. Сендер одан болса да құтыла алмайсыңдар. Худ сүресі 33 аят. Мен сендерге насихат айтпақ болсам да, егер Құдай сендерді асуға жазса, онда менің насихатымның сендерге ешқандай пайдасы тимек емес. Сендердің жаратушыларың Алла бәріңде. Оның еркіне барасыңдар. Худ сүресі 34 аят. Аллаға жүгіну. Нұх қауымынан қиналған соң Тәңірінен көмек беруін өтінді. Ей, Тәңірім, жамағатымды пұттарға құлшылық қылуды тастап, саған ғана иманға келуге шақырдым. Менің күндіз түн демей айтқан үгіт насихатым оларға әсер етпеді. Қарсыласып, тоң мойынданып, күнәдан басқаға бет бұрмады. Жамандықтарынан қайтпай, одан сайын үдете берді.
Әрбірден соң құлақтарына саусақтарын тығып, үгіт-насихатымды тыңдағысы келмей бастарына киімдерін бүркеп алатын болды. Мені көргілері де, естігілері де келмейді. Саған ғана құлшылыққа шақырған барлық әдіс-тәсілімнен де пайда болмады. Кейбіреулермен уақыт тауып оңаша да кездесіп көрдім. Истиғфар жасаңдар, тәңірлеріне тәубеге келіңдер, күпірліктен, күнәдан аулақтаңдар. Алла пенделерінің тәубесін қабыл етіп, жамандықтарын кешіреді, амалдарына қарай бағалайтында, жазалайтында өзі, жаңбыр жаумай құрғап жатқан жерге нөсер жіберетінде, ризық беріп байтатында, сендерді сынайтында, қамқорлық жасайтында, бау-бақшаны гүлдендіру үшін өзендер ағызып суаратында, Алла деп түсіндіруден жалықпадым деп қауымына наразылығын айтты. Ей, Раббым! Мен анығында өз қауымымды күндіз-түні иманға үндедім. Менің шақыруым оларды тіпті алыстатып жіберді. Нұх сүресі 5-6 аяттар. Сенің жарылқауыңа қолы жетсін деп мен оларды үнемі үгіттесем, құлақтарын саусақтармен тығындап алды, киімдерімен бастарын бүркеді, қатты қасарысты, тоң мойындық жасап, онан әрі кері кетті. Нұх сүресі 7 аят. Сонан соң мен оларға айқайлап та үн қаттым. Одан кейін оларға насихатымда ашықта, жасырында жүргіздім. Нұх сүресі 8-9 аяттар. Сендер Тәңіріңнен кеңшілік тілеңдер, ол өте жарылқағыш дедім. Нұх сүресі 10 аят. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жауғызады. Нұх сүресі 11 аят. Дәулеттеріңді, әулеттеріңді көбейтеді, сендерге бау-бақшалар жасап, өзендер ағызады. Нұх сүресі 12 аят. Алланың құдіретіне назар салу. Нұх қауымына истиғфардың пайдасын баяндап, бұл дүниеде бақыт иесі болатындарын, ойлаған мақсаттарының орындалатынын айтты. Алланың ұлықтығынан, оның патшалығынан қалай қорықпайсыңдар? Сендерді бір тамшы судан ұйыған қанға, одан түйір етке, сонан соң сүйек айналдырып, оның үстіне етті киім етіп кигізуіне қарамайсыңдар ма? Сонша неге асқақтайсыңдар? Ешқашанда Алладан үміт үзбеңдер. Жұлдыздарды қозғаушы, айды жүріп тұратын етуші, сендер үшін жерді түнде нұрландырып, күнді күндіз шыраққа айналдырушы кім? Ол Алла, олай болса ойланыңдар. Сендерді қалаған жерден алып өсірді, өсімдік шығарып тамақтандырды. Бұл құдіреті күштінің қолындағы іс. Өлгеннен кейін сендерді жерге қайтарады. Содан соң қиямет күні қайта тірілтіп, дүниедегі істеген істеріңнің есебін алады деді. Біле білсеңдер, Алла сендерді бірнеше басқышқа бөлді. 7 қат аспанды бірінің үстіне бірін келтіріп қалай жаратқанын неге көрмейсіңдер? Оларға жарық түсіртіп айды, нұр шаштырып күнді жаратты. Нұх сүресі 14-16 аяттар. Сендерді Алла жер бетінде барлыққа келтірді, сол жер қойнына қайта қайтарады, сонан соң жер астынан тағы шығарады дедім. Нұх сүресі 17-18 аяттар. Жер үстіндегі кең жолдарда жүрулерің үшін Алла сендерге жерді мекен етіп берді дедім. 19-20 аяттар. Нұхтың қорқытуы. Нұхтың жамағатына айтпаған дағуасы қалмады. Алайда олар үгіт-насихаттан үлгі алмады. Оған иман келтіргендер аз болды. Оны өтірікшіге, әрбірден соң жындыға санады. Олар қулық жасап, Нұхтың дағуасын оның өзіне қорқыту, азар беру түрлеріне айналдырып ала бастады. Бұлардан бұрын Нұх қауымы қарсы шықты. Біздің құлымыз болған Нұхты мойындамай, оны есалаң сана. Оны масқаралап қуды. Қамар сүресі 9 аят. Нұхты насихатты тоқтатпасаң тасбыранға ұшырайсың деп қорқытты. Бірақ Нұх олардың бұл қоқан лоққысынан қорқып тайсалмады. Керісінше өзін Алла тағалаға тапсырып, дағуасын жалғастыра берді. Достарыңнан көмек сұрап, жалған құдайларыңа жалбарынып жүргендеріңді білемін. Маған қолдарыңнан келгенін істей беріңдер. Өздеріне сенімді болсаңдар, дұшпандықтарыңды жасырын емес, ашық жасаңдар. Сендердің жамандықтарыңнан мен қорықпаймын. Маған оларың еш зиян келтіре алмайды, өйткені мені Тәңірім қорғайды деді. Оларға сен Нұх хикаясын оқып бер. Кезінде Нұх былай деген: ей, жұртым! Егер сендердің араларында менің болуым және Құдай сөзімен сақтандыруым ауыр келген болса, онда мен Алламен болайын. Сендер өз құдайлармен, пұттарыңмен болып білгенді істеңдер. Тек істерің өз бастарыңа тиіп жүрмесін. Маған да білген қылықтарыңды аямай, жылдам жүзеге асыра беріңдер. Менен сонша теріс айналып кететіндей, мен сендерден сауға сұраған жоқ едім ғой.
Мен сыйымды Құдайдан күтемін. Өйткені мен Құдайға құлшылық етуге бұйырылғанмын деген.